Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Динара. Бүгін сіздерге өте нәзік, ауызда еритін шоколадты жаңғақ глазуріндегі ірімшікті сырок жасайтын боламыз. Сыроктың дәмі өте дәмді болып шықты. Сондықтан дүкеннен сатып алғанша сырокты көп мөлшерде үйде жасауға да болады. Бұл сыроктың рецепті өте оңай, сондықтан жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп, видеоның астында сохранить деген батырманы басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ірімшікті блендердің көмегімен езіп аламыз. Езіп болған соң ірімшіктің үстіне сары май, қант ұнтағы және кокосовый стружканы қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң морозильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Бетіндегі глазурьді жасау үшін шоколадты микроволновкада 1,5-2 минутқа ерітіп аламыз. Оның үстіне сұйық май және ұсақталған жаңғақты қосып, жақсылап араластырамыз. Ірімшікті қолмен батончик формасына видеодағыдай келтіреміз. Міндетті түрде батончик формасына емес, кез келген формаға да келтіруге болады. Шарик формасына, 4 бұрышты формасына, бұл бәрі өз еркіңізбен. Менде осындай батончик формасында 13 штук шықты. Енді зубочистка немесе шпажка алып, осылай кіргізіп, шоколадты глазурьге батырамыз. Болған соң сыроктарды морозильникке 5-10 минутқа саламыз. Біздің керемет дәмді сыроктар дайын болды. Кескен кезде өте жұмсақ кесіледі. Үйде балалар болса, міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі балаларға өте ұнайды осы сыроктар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.